Бухгалтерлік есеп кәсіпорынның шаруашылық қызметі барысында пайда болатын мүлік, капитал, міндеттемелер және қаржылық нәтижелер туралы ақпараттарды жинау, тіркеу, өлшеу, өңдеу сияқты пайдаланушыларға ұсыну жүйесі. Ол экономикалық ғылымдардың маңызды саласы болып табылады, себебі экономикалық процестерді сандық және сапалық жағынан бейнелейді. Ғылым ретінде бухгалтерлік есеп өзіне тән әдістерді, қағидаларды, объектілерді және зерттеу пәні бар. Оның негізгі мақсаты басқару шешімдерін қабылдау үшін шынайы және толық уақытылы ақпарат беру болып саналады. Енді бухгалтерлік есептің тарихын айта кететін болсақ, бухгалтерлік есептің пайда болуы адамзат қоғамдағы шаруашылық қатынастардың дамуымен тығыз байланысты болып келеді. Алғашқы есеп жүргізу белгілері сонау 5-6 мың жыл бұрын ежелгі Шумер, Мысыр, Вавилон мемлекеттерінде кездесіп, яғни сол кездегі адамдар мүлікті, асықты, малды есепке алу үшін қарапайым жазбалар мен белгілері қолданған. Кейін осы орта ғасырларда осы тәсіл бізде біраз өзгеріп, яғни Еуропадағы бізде Лука Пачулли деген ғалым 1494 жылы екі жақты жазу жүйесін сипаттап берді. Яғни осы жүйе арқылы бухгалтерлік есеп негізгі жүйе болып саналды. Осы кезеңнен бастап бухгалтерлік есеп біртіндеп жүйеленіп, дербес ғылым ретінде қалыптасты. Енді бухгалтерлік есептің пайда болу мақсаты. Бухгалтерлік есеп нақты бір күнде пайда болды деп айту қиын, алайда оның алғашқы қарапайым түрлері көне дәуірде пайда болған белгілі, ал қазіргі заманғы бухгалтерлік есептің ғылыми негізі 15 ғасырда қаланды, сол Лука Пачулли негізінде. Содан бері есеп жүргізу әдістері жетілдіріп, халықаралық стандарттар қалыптасты. Енді басқа есеп түрлерінің айырмашылығын айта кететін болсам, бухгалтерлік есеп өзге есеп түрлерінен жедел және статистикалық есептен бірнеше ерекшеліктері бар. Біріншіден, бухгалтерлік есеп ол үздіксіз жүргізіледі, яғни кәсіпорын қызметі тоқтамай есепке алынады. Екіншіден, барлық операциялар мен міндетті түрде құжаттармен дәлелдену керек болады. Үшіншіден, есептің негізгі өлшемі ақшалай өлшем. Ал төртіншіден, бухгалтерлік есеп екі жақты жазу әдісі қолданылады. Бұл есептің дәлдігі мен бақылауын қамтамасыз етіп отырады. Келесі бізде кәсіпорынды басқаруда бухгалтерлік есептің рөлі. Бухгалтерлік есеп кәсіпорынды басқарудың негізгі ақпараттық базасы болып табылады. Ол басшыларға дұрыс басқарушылық шешім қабылдауға көмектеседі, табыс пен шығысты бақылауға мүмкіндік береді. Сосын кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалауға жағдай жасайды. Сонымен қатар бухгалтерлік есеп жоспарлау, болжау, талдау және бақылау функцияларын жүзеге асыруда маңызды рөл атқарады. Онсыз тиімді басқару мүмкін емес, яғни бухгалтерлік есеп бізде өте маңызды рөл ойнайтынын ескеру қажет. Енді материалды жауапты тұлғаларға бақылау жүргізу. Материалды жауапты тұлғалар кәсіпорын мүлкін сақтауға және пайдалануға жауапты қызметкерлер деп санасақ, олардың қызметін бақылау үшін бірнеше әдістер қолданайық. Негізгі әдістер түгендеу, яғни инвентаризация, кіріс және шығыс құжаттарын тексеру, есеп беру құжаттарын талдау, сондай-ақ материалдық жауапкершілік туралы шарт жасау жатады. Бұл шаралар мүліктің сақталуын және дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді. Енді бухгалтерлік есептегі өлшегіштер. Бухгалтерлік есепте бізде көптеген өлшегіштер қолданылады. Соның үш түрін айта кететін болсам, ол бізде табиғи өлшегіштер, яғни килограмм, метр, дана деген сияқты. Кейін бізде материалдық құндылықтардың санын көрсетеді. Сосын бізде еңбектік өлшегіштер, яғни сағат, күн дегендер еңбек шығынын есептеуге пайдаланады. Ал кейін сосын бізде ақшалай өлшегіш, яғни теңге немесе басқа да валюталар бухгалтерлік есептің негізгі өлшегіш болып табылады. Себебі ол барлық көрсеткіштерді бір өлшемге келтіріп, оларды салыстыруға мүмкіндік береді.